Мейді қыздардың қалың малы 5 миллион теңгеден төмен болмау керек. Қалың малы қанша болды? Қалың малым 3 миллион. Ой, қыздың қалың малы қанша? Оңтүстік үшін бұл сұрақ қалыпты болса, қалың мал деген бізде жоқ деген батыс пен солтүстік қыздарының айтар жауабы бір. Бір Қазақстанда тұрсақ та, әр аймақтың өзіне тән дәстүрі бар. Дәл осы қалың мал тақырыбына келгенде, қазақ қоғамы екіге жарылады. Бірі қалың мал қыздың құны десе, екіншісі бұл ата-бабамыздан қалған қасиетті жоралғы дейді. Бүгін біз сезім мен есептің арасындағы осы нәзік тақырыпты талқылайтын боламыз. Тарихқа көз жүгіртсек, қалың мал қызды сатып алу емес, екі рудың арасындағы экономикалық байланыс болған. Өткен заманда кедей санатына жататындар қалың малға 5-10 тұяқ мал берсе, байлар мыңғырған жылқы атаған. Бірақ бір қызығы, сол қалың малдың жартысынан көбі қыздың артынан жасау болып қайта келетін. Яғни бүгінгі тілмен айтсақ, бұл жас отаудың аяққа тұрып кетуіне екі жақтың қосқан инвестициясы еді. Бірақ қазір бұл инвестиция неге инфляцияға айналды? Бүгінде ел арасында қалың малдың бағасы 1-1,5 миллионнан басталып шексіз кете береді. Солтүстікте қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды деп тек кит сый-сияпатпен шектелсе, оңтүстік өңірде қыз қалың малының өзіндік мөлшері де бар. Тіпті желіде қызымды 20 жыл бақтым, оқыттым, тоқыттым, неге тегін беруім керек дейтін пікірлерде кездеседі. Ал кей жігіттер үйлену үшін тойға несие алсам, қалың малға тағы ақша керек, 5 жыл кредит төлеуім керек пе деп те жатады. Ең сорақысы қалың мал үшін алынған несие екені жасырын емес. Елестетіп көріңізші, жастар бал айына емес, банкке барып төлем жасау кестесін алып қайтады. Махаббат қайда, банк қайда? Ал әлеуметтік желіде осыған ұқсас бір пікірді көзіміз шалды. Сонша ушықтырып, ұятай, үйленгісі келетін жігіт ақша тапсын, кредит алсын деген ешкім жоқ. Ата-анасына масыл болмай жұмыс жасап, қор жинасын. Қыздың артынан қаншама дүние апарат, ұялсаңдар қайтеді. Қалың малға қиналған жігіттен не қайыр? Үйленетін жасқа келіп, қалтасында бір тиыны жоқ. Қыдыруды азайтса ақшасы да жиналады дейді Айдан есімді оқырман. Ал бір әйел қалың малға қарсымын, қыздарыма қалың мал алмай, жастарға ипотекасына первоначалка құйып бердік деп жазған. Ал сіз қалай ойлайсыз, қалың мал алған дұрыс па, әлде жастарға жұмсаған дұрыс па? Қыздар, осы сендер қалың малды қолдайсыңдар ма? Мен мысалы 4 жыл бойы оқимын, білім алам, өзімді дамытам. Бірақ не себепті мен өзіме қалың малды қимайды екенмін деген сияқты сұрақ қой бұл жерде. Әрине енді артымыздан баратын қыз жасауы бар деген сияқты тағысын тағы. Дегенмен мен қалың мал сұрамау деген нәрсені құптамаймын. Қалың мал болу керек, және менің қалың малым 5 миллионнан кем емес. 3 миллион қалың мал деген не ол? Мысалы, білмеймін, маған қалың мал керек емес. Өйткені маған да, ата-анама да ең басты нәрсе ол бақытты болуым менің. Ал менің бақытты болуым қанша қалың мал алғаныма мүлдем байланысты емес. Ал менің жасауымды, басқа деген заттарды мен ата-анам өздері жасап берерді. Бірақ жаңағындай өйтіп көп қалың мал сұрау, мысалы, біздің жақта қалың мал деген нәрсе жоқ. Маған да былайынша қалың мал қажет емес. Өйткені мен бақытты болуым ол 2-3 миллионға тіреліп тұрған жоқ деп ойлаймын вообще. 200 мың теңге қалың малға келгенмін, қалың малым 1 миллион болған. Ой, бізді аталарың баяқта бір қой беріп алып кеткен дейтін әжелердің сөзінен ақ қалың мал қазақ үшін қастерлі ұғым болғанын аңғара аламыз. Әрине, салт дәстүр тарихтың діңгегі, халықтың ұстанымы. Егер қалың мал екі жасты бақытты қылса, ол құрмет. Ал бақытсыз етсе не болмақ? Сонда екі жас шаңырақ көтереміз деп шешсе, бірінші сырға салу рәсімі, сосын қалың мал, құдалық, кит көрсету, жүк жинау, ұзату той. Осының бәрі қыз жақтың ұйымдастыруы тиіс. Ал жігіт жақ қызға беті шар, құдалық, үлкен той, келін шай жасауы тиіс. Ал біз, қазақтар, ақша жоқ деп жүріп, тойды дүркіретіп, 30 күн ойнап, 40 күн тойлайтын халықпыз. Айтпақшы ұмытып барамыз. Одан қалса махр деген неке сыйлығы бар. 2 жас мешітте некесін қиған соң, жігіт өз қалыңдығына қалағанын алып беруі қажет. Біздіңке қыздар махрге неше түрлісін сұрап жатады. Олардың бейнесі көршілердің чатында талқыланды.
Не сұрайсыз? Джет. Ну? Самолет личный. Самолет. Не сұрайсыз махрге? Квартира 3 бөлмелі. Бизнес класстан. Ал бұл бейнелер хайп па әлде орынды ма? Махрдың ең аз мөлшері 4 граммнан кем емес алтын. Баяғыда осы махр болды ма, болмады ма? Сіздің өңірде қалың малдың ставкасы қанша? Махрге не сұрағансыз? Пікірге жазыңыз, бірге талқылайық.